Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін біздер духовкада дайындалатын тауық еті мен картопты дайындайтын боламыз. Тауық етін алдын ала жуып, тазалап, кесіп, ішіне доспен бұрышты салып, жақсылап араластырып, майонез бен томат пастасын саламыз. Және оны тоңазытқышқа 30 минутқа жібереміз. Картопты жақсылап жуып, тазалап, орташа қылып кесіп, үстіне томат пастасын, майонезді және де доспен бұрышты дәміне қарай саласыздар. Және де оны да жақсылап араластырып 15 минутқа тоңазытқышқа қоясыздар. Алдын ала духовканы дайындап қойған дұрыс болады. 200 градусқа барлығын жақсылап тұрып, противеньге салып, духовкаға 200 градусқа жібересіздер. Мен 1 сағаттай пісірдім. Біздің тамағымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Дайындалуы өте жеңіл.